Bir күнімге блог. Бізде осылай таң азаны тұрып, ұйқымнан азар ояндым бар ғой, азар тұрдым. Короче, осылай тұрып, осылай белімді қайып былай істедім да, әжетханаға барып тісімді жуып алдым, көпіртіп. Короче, осылай көріп тұрған сай. Короче, мен қазір андай креммен жумай бетімді умывашкамен жуамын. Неге десеңдер, менің бетіме қара точкалар шығып кетті. Мен мына жерде переход жасайын деп қойып кеттім, короче. Осылай переход айналды да, потом енді умывашкамен бетіме көштім. Тісімнен кейін бетімді көшеткенмін. Достар, дұрыс па? Бірінші тісті жуады ма, или бетті жуа ма? Мен алдында картер саламын осындай. Потом ерніме тинт жағып алдым да, осылай жәлішті аштым. Короче, терезені аштым деймін ба, жәлішті аштым деймін ба. Осылай ашып алдым да, тарақпен шашымды тарап алдым. Потом резинкамен тақтым. Осылай. Бізде осылай мандарин жеп алдым. Потом таңертеңге торт. Дәмін көрсем кайф екен ғой, достар. Оказывается, осылай шаймен кайфтан ішіп алдым. Отбасы болып, утюжоктап шашымды тіке қылып. Осылай не кітап салатын жеріме фук деп жинап тастадым, короче. Әдемі супермін ба. Осылай мен осы кезінде қасымда тема қылып жасап алдым да, далаға шығып кеттім. Неге десеңдер, мен құрбым екеуміз магазинге бара жатырмыз. Міне, дала күшті болып тұр. Кәдімгі күн шығып, әдемі болып тұр ғой. Жып-жылы, жаз сияқты болып тұр ғой. Осылай құрбым екеуміз шығып кетіп, магазинге қарай бастық. Осылай магазиннен шығып, үйге қарай бардым. Үйге барғанда қайтадан далаға шықтым. Неге десеңдер, күн күшті болып тұр. Потом құрбымның бәрі далаға шық деді ғой. Потом шықтым. Короче, осылай шығып, Ерке дейтін қызбен кездестік, короче, осылай қол беріп. Потом қуып ойнап жаттық. Потом мен подругам екеуміз үшеуміз жүрдік далада, мұзға сырғанап. Біздің ауылда осындай мұз бар. Өте күшті ғой, прям бар ғой. Маған қатты ұнайды. Осылай үшеуміз сырғанап, Ерке үйіне кетіп қалып, біз осылай оттық. Потом үйге кірдім. Сорпамен шай ішіп алдым. Осылай сорпа осындай, шай осындай. Далаға тағы да шықтым 3-терде. Потом осылай бетім азып тозып 6-ға шейін үйге қыздарға қол беріп, давайте деп үйге кіріп кеттім. Мына жерде Ерке шықты далаға. Потом біз үйге қайттық. Үйге қайтқанда мен подругаларым далада болды, ал мен үйге қайттым, потому что сырны жейміз. Осылай біз деген киімді ауыстырып алдым, переход құсап. Осылай сырны пісіріп жатыр мама. Осылай көңіл көтеріп билеп алдым. Вот. Потом черлеп қалдым да. Осылай сырны дайын болды, біз андай билейміз дегенше. Осылай. Өте дәмді ғой, кайф шыққан. Короче, түн батты бізде. Менің влогым ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Всем пока!